Бүгін менің Гакку офисіндегі, кеңсесіндегі соңғы күнім. Керемет 6,5 жыл осында өткіздім. Здесь мы работаем. Тут у нас находятся наши все сотрудники. Тут работают и журналисты Гакку, и журналисты Той Думан. И сюда постоянно заходят, забегают артисты, артистки. Привет, как дела? Хорошо, тысячелетие. Ты принесла клип? Да, нет, я тизер принесла. Негізі Қызылорда қаласының тумасымын. Ата-анам, інім осы күнге дейін Қызылордада тұрады. Мектепті бітіргеннен кейін менің негізі өзім арманым сол Алматыға көшу болған. Және де университетке түсем деген ой пайда болғанда, сол Алматыға барайыншы деп армандай бастадым. Өйткені Алматы мен үшін ерекше қала, көп деген мүмкіндіктерді мен үшін ашып берді. Және де оқуға түскенімде мен аудармашы мамандығына ағылшын тілін үйренуге, меңгеруге түстім. Жаймендеп осы медиа салаға қимылдай бастадым. Досым екеуміз 2005-2006-да ән жаза бастадық. Өзіміздің шағын студиямыз болған, Қазақфильм киностудиясының территориясында. Сол жерде жалға алып, біз Дильназ Ахмадиева, Ринго тобы, Иван Бреусов, Орда, және басқа топтарға, әншілерге ол музыкасын жазады, мен текстін жазып берем. I'm never gonna need other love but you, my love. You know I'll see you through. I'll die before I let any harm touch you, my love. You know that you're my boo. Это человек, который делает, если честно. Если бы не Паша, то не было бы, если честно. Да, и безбожно режет потом, когда у нас долго. А Женя у нас работает практически вот тоже с самого начала, с самого первого дня. И тоже вот какие только проекты Женя у нас не делал. Сөйтіп, ән жазып жүргенімізде, басқа да әншілермен жұмыс істеп жүріп, клип түсіре бастадық. Сол да шығар мені телевизия арнасына алып келген. Өйткені клип арқылы кейін мен Хит ТВ арнасына орналастым, продюсер ретінде, одан кейін бас продюсер ретінде. Мен 13 жылы Хит ТВ арнасынан өзім жұмыстан кетіп қалдым, өйткені ол жерде шамалы менде түсініспеушілік болып, шамалы өзімді таба алмай қалдым. Сөйтіп, менің өзімнің жоспарым ол кездегі Америкаға кету. 1 жылға ма, 2 жылға ма деп ойлап жүргенмін. Сол кезде жақын досым Ләззат Биғали өзі продюсер. Маған жақындап осындай бір кісі бар, жаңа музыкалық арна ашпақшы. Соған мамандар керек, таныстырсам саған қызық па деді. Мен танысайық, бірақ негізі менің құрастырып қойған жоспарларым бар дедім. Сөйтіп Санжар Мұстафинді айтып отырмын. Санжармен танысқаннан кейін ол айтты, осындай жоба ашқымыз келеді, ұлттық музыкалық арна, өйткені музыканттарға қолдау керек, өздерінің ешқандай бір алаңдары жоқ. Тегін музыкаларын шығаратын, өсетіндей, дамитындей дегенде. Ол да маған өте қызық болған, өйткені мен алдындағы арнада жұмыс істегенде барлығы ақылы, жақсы музыканттар шыға алмайды. Тек қана ақшасы бар музыканттар ғана эфирге шығып кетеді. Сол бізді негізі бір 10 жылдай артқа тартты да. Біздің старт дейміз ғой. Старт деген бір нүктеміз ол Гакку дауыс фестивалі. Он 14 жыл алғаш рет өтті.
ескі алаңда. Содан бері осы жыл сайын өтеді. Ну и тут просто я работаю. У меня очень маленький, скромный кабинет. Здесь я сижу. Сюда забегают артисты, показывают свои новые треки, клипы. Обсуждаем планы, придумываем стратегии всякие по продвижению и так далее. И здесь Батер. И мне кажется, Батер один из, наверное, самых музыкантов, артистов вообще в истории казахстанской музыки. Так что Батер всегда с нами. Вечно пьяный от любви, от своей свободы, словно ветер шальной. Где ты, счастье, помоги, я не отпущу тебя ни за что. А здесь у нас наше первое вообще достижение, когда мы только запустили Gaku, мы в какой-то короткий период набрали 100 тысяч подписчиков. И, честно говоря, мы кнопку потом ждали дольше, чем вот период, который у нас ушел, чтобы набрать эти 100 тысяч подписчиков. Потом уже мы получили 1 миллион, потом уже и Той Думан получил 1 миллион и так далее. И мы это отметили, мы сделали большую вечеринку, закрытую для артистов, для наших любимых, где мы устроили стендап-вечер, и мы стебали всех весь вечер. Нас всех постебали. Но так как мы все люди адекватные и совершенно нормально относимся к юмору, в общем-то, никто там не обиделся, но я думаю, что никто не обиделся. Может быть, я обидела. Нет, ну я посоветовала ребятам заниматься вокалом, как бы немножечко так со слухом, да? Надо чуть как разобраться уже, так нельзя вообще. Но это такая напоминалочка о том, как все начиналось. И остальные кнопки, к сожалению, сейчас не здесь. Я бы вам их тоже показал. Но это самое первое. Это самое, наверное, такая особенная для нас. Gaku дауысын бір өзгерткен нәрсесі, біздің әншілеріміз жанды дауыста шоу жасауды үйрене бастады. Өйткені оның алдында той немесе фонограммамен жүргізілетін концерттер. Ол енді заманның талабы, ол кезде ешкімге ештеңе айтқым келмейді, бірақ біз соны өзгертейікші деген ниетпен кірдік негізі. Сол фестиваль жасайық, жанды дауыста болсын, билесін, костюмдерін арнайы тіктірсін, өзгертсін деген сондай ой болған бізде. Және де әншілерге, артистерге ол ой ұнады, одан кейін көрермен қабылдады. Здесь, кстати, писали свой весь первый альбом 91. Здесь писала Жанар Дугалова свою музыку и так далее. Но потом мы превратили это в маленькую съемочную студию. Вот на этой декорации где-то сезон я снимал, если честно. Вот здесь были гости, вот, да, кресло то же самое. Я вообще еще там от вершины. Я помню, 18 лет я попробовала травку. Если вы против проституции, скажите своим знакомым, чтобы они просто не шли к ним. Я там пою, танцую, красотка, нет, не умеешь готовить, все. Меня даже убирали с правительственных концертов, и мои песни исполняли другие певцы. Я же как бы не собирался разрушать свою семью. Я хотел быть с двумя. Сол күн есіңде ма? Жалкие люди, которые никогда ничего не строили. Меня обещали, если честно, вот без купюр зарезать. Не надо быть токалками, девчонки, надо быть единственными. На миллион! Два кресла, мы садились, разговаривали, с этой стороны операторы, и мы даже отсюда выходили в прямой эфир, в стримы в YouTube. А на этой стенке мы снимаем очень популярный проект, называется «Тыңда». Вот это классный молодежный формат, где два артиста приходят и на перегонки пытаются угадать песню. Продиджи? Скриллекс. Абдр. Сейчас скажу. Little Big. Я хотел сказать нейромонах Феофан. Вот такой очень рейтинговый у нас проект. В YouTube очень много просмотров. И тут уже почти все артисты перебывали. Особенно молодежные, такие начинающие, классные ребята. Вот там МД, Лимба, Саймо, они все в этом проекте участвовали. Біздің ойлағанымыз ең басында сол арнаны ашқанда кейін
тарихшылар артқа қарағанда біздің музыкамыз осындай арна ашылғанда өзгере бастады деп айтса деп армандайтын едік. Қазірдің өзінде олай айтуға болады. Біздің шоу-бизнес әлі жас бір жағынан, бірақ бізде таланттар өте көп. Өте көп. Сондықтан біздің шоу-бизнес әлі дамиды, әлі бір деңгейге, белеске жетеді деп ойлаймын. Это дядя Женя. Дядя Женя — это наш главный оператор. У него сегодня день рождения, кстати. И он у нас... Да, у него даже свой хэштег. Его все знают как дядя Женя. Вот, ну здесь мы подснимаем просто свои всякие программы, интервью. У нас есть разные декорации, которые мы можем выносить, расставлять, там, менять цвет и так далее. Так что, по-моему, даже здесь, да, у нас? Да, здесь у нас есть проект, называется «Неэнгми». Шалбарың қызық екен сенің. Ой, сол. Проект «Жауапер». Мы здесь делаем такую импровизационную кофейню. Люди приходят, пьют кофе, рассказывают нам о себе. Это абстракция. То есть я не смотрю на цвет волос. И цвет кожи, и расу. Я глобальный человек. Вот таким образом это все и выглядит. Бүгін менің Гакку офисіндегі, кеңсесіндегі соңғы күнім. Керемет 6,5 жыл осында өткіздім. Талай нәрсені үйрендім, талай нәрсені үйреттім. Ең сүйікті жобаларымның бірі. Сондықтан да қаншалықты ішіндегі сезімдерім күрделі болса да, әрі қарай жылжу керек, әрі қарай даму керек. Барлық менің әріптестеріме, бұл фильмге кірмей қалған, көрінбей қалған барлық менің әріптестеріме басымды ием, рахметімді айтам. Өйткені сіздермен жұмыс істеген мен үшін мәртебе, мен үшін қуаныш, мен үшін бір Құдайдың жарылқап тауып берген, қасыма қойған, сүйіп, құрметтеп сағынатын менің достарым, серіктестерім, әріптестерім, сіздерге рахмет. Әлі талай кездесеміз, сіздермен қауышамыз. Бірақ осы бүгін Гаккудегі менің жолым өз мәресіне жетті. Рахмет сіздерге. Қолдауларыңызға рахмет. Сіздердің жанып тұрған, лаулап тұрған жүректеріңізге рахмет. Бірге талай керемет нәрселерді жасадық. Жастарымызға жеткіздік. Және де сол үшін алдарыңызда басымды иемін. Пройден путь, и на былое бросив взгляд, не повернуть, не возвратить его назад.